YouTube бұл өте керемет платформа. Қазақ жастарының болашағын жасайтын керемет құрал десем де болады. Бұл платформа арқылы 2020 жылы немесе болашақта ақша табу жолдарын айтамын. Хей, қалайсың? Сенімен бірге Франеки. Бүгінгі тақырып түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан да кеттік. Айтпақшы, мен өз Instagram парақшамды жүргізе бастадым. Және сенен сол парақшаға өтуіңді сұраймын. Онда мен прямойда боламын. Болашақта өз аудиторияны жинап алғаннан кейін өз тауарларыңды жасап, оны рекламалап, өз аудиторияңа сата аласың. Бұл бізде бірінші жол. Келесі жол, үлкен немесе шағын компаниямен келісім шартқа отыра аласың. Олар саған өз тауарын береді, және сен ол тауарды пайдаланып, өз аудиторияңа көрсетесің. Көрсеткенің үшін компания саған қомақты ақша төлейді, және тауарды тегін береді. Бұл бізде екінші жол. Келесі жол. Бұл бізде пиар немесе реклама. Сен YouTube арнан арқылы саған басқа да блогерлер, парақша админдері, компаниялар және тағы басқа клиенттер реклама сатып алады. Сен рекламаны жасайсың және сол үшін ақша аласың. Бұл бізде үшінші жол. Және басқа да мелкий жолдар бар. Оларға жеке алдағы уақытта тоқталып өтетін боламын. Ол нәрселерді білгің келсе, арнама тіркел. Егер бұл видео саған пайдалы болса және ұнаса, лайк басып, комментарий жаз. Басқа да білгің келген сұрақтарыңды комментарийге жаз. Сенімен бірге болған Франеки. Келесі кездескенше сау! В этом видео было рассказано, как заработать в интернете или же в Ютубе и без вложения. И об этом интернет-заработок могу рассказать в русском языке, пишите в комментарий.